Бөдене баққысы келіп жүрген кісілер болса, бөдененің қандай бағытына бақсам дейтін деп жүрген кісілер болатын болса, ойланып жүрген кісілер болатын болса, ізденіп жүрген кісілер болатын болса, менің айтатын кеңесім бөдененің желательно Эстон немесе Техас бағытында ұстаған дұрыс. Өйткені Эстон, Техас дегеніміз, Эстонда жұмыртқалар жақсы береді, еттері де сәл-пәл жоғарылақ болады. Техаста ет бағытында және жұмыртқа бағытында жүреді. Бұларды Техасты ұстасаңыздар, бұлардың еттері ірірек болады және жұмыртқалары да ірірек болады. Негізі ірірек. Неге айтып отырмын бұны ет бағытында деп жатқаным? Өйткені 8 айдан кейін бұл бөденені ұстап отқан бөденелердің барлығын соятын боласыздар. Не себеп десеңіздер, өйткені ол кезде бұлар қартайып қалады, жұмыртқа беру процесі азаяды. Сол себепті жүндердің барлығы түсіп қалады. Сол кезде сою керек болады. Сойған кезде сіздер ол далада қалмау керек. Етсіз болатын болса жей алмай қаласыздар, сата алмай қаласыздар. Егер де сондай алдын ойлап алатын болсаңыздар, Техас породасын ұстаңыздар деп мен кеңес беремін. Өйткені етті өзіңіз жеуге де болады, және де ұялмай сатуға да болады. Оны 8 айдан кейін, ол міндетті түрде 8 айдан кейін соясыздар сіздер. Сол осындай Техас бөдене жұмыртқаларын жіберсеңіздер, маған хабарласыңыздар. Құс шаруашылығына қызығып жүрген кісілер болса, бөдененің шаруашылығына қызығып жүрген кісілер болса, менің видеомды жіберіп қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып отырыңыздар. Менің видеоларыма тіркеліп отырыңыздар, менің каналдарыма тіркеліп отырыңыздар. Көптеген осындай сіздерге қажетті тауарлардың барлығын шығарып отырамын. Сайттар бар, Кадыров компания, Кадыров Farm KZ деген сайт бар, Каспий магазинде бар сайттар, Кадыров компания KZ деген. Сол жерлерден заказ бере берсеңіздер болады, отправка Қазақстан барлық қаласына бар. Уайымдамаңыздар, заказдарың аман-есен жететін болады. Заказ берсеңіздер алаңдамай отырасыздар. Ағайын, жақсы іске сәт, аман болыңыздар.